Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге цистит және оның емі туралы айтамын. Цистит бұл зәр шығару жолдарының инфекциясымен сипатталатын жедел бактериялы ауру. Көбінесе жиі әйелдер ауырады. Белгілері: зәр шығару кезінде, яғни кіші дәретке барғанда ауырсыну, күйдіріп, ашытып ауырсыну, іштің төменгі бөлігінің ауырсынуы, қуықта зәр қалып қою сезімі және кіші дәретке жиі бару. Негізгі себебі инфекция қоздырғышы бактерия, вирус, гриппок және қарапайымдылар, яғни ішектегі инфекция. Иммунитет төмендеп, организмде зат алмасу процестері бұзылып, инфекция органдарға таралады. Ішек пен қуық жақын орналасқандықтан лимфа жолы арқылы ішектен қуыққа өтеді. Циститтің жедел және созылмалы түрлері бар. Жедел түрі дене қызуының жоғарылауы және интоксикация белгілерімен сипатталады. Диагностикасы жоғарыдағы симптомдар және зәр анализін тексеру керек. Емдеу: әрине, жедел циститтің емі антибиотик тағайындалынады және қосымша кверцетин, демоноза, монолаурин, пробиотиктер тағайындауға болады. Пробиотиктер патогенді микрофлора белсенділігін төмендетіп, иммунитетті жоғарылатады. Сұйықтықты көбірек ішу керек. Клюква, черника, чай из одуванчика, корень альтея жақсы көмектеседі. Ауырсынуды күшейтетін цитрус жемістер, томат, кофе, шай, газдалған сусын, алкоголь, ащы тағам, уксус шектеу керек. Цинк және темір препараттарына қажеттілік болмаса, ішпеген дұрыс, себебі патогенді микрофлора көбеюіне алып келеді. Рационға сельдерей, петрушка, қарбыз қосуға болады. Бұл видео танымдық мақсатта жазылды. Дәрілердің қарсы көрсеткіштері болғандықтан, әрине дәрігердің тағайындауымен қабылдаңыз.